Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін жаңа жылдық дастарханға арналған керемет салаттар жасаймыз. Жолбарыс салаты және сағат салатын жасаймыз осындай. Алдымен жолбарыс салатына бізге қияр, тауық еті, картоп, жұмыртқа, сәбіз, майонез, жасыл бұршақ және мейіз қажет. Алдымен қайнатылып, үкіштен өткен картопымызды осылай ыдысымызға саламыз. Шым-шым тұз саламыз. Майонезбен осылай жасаймыз. Оның үстіне қиярымызды саламыз. Қиярымызды осылай көбіктеп тураған ыңғайлы. Тағы да майонез жүргіземіз. Енді тауық еті. Тауық етін алдын ала пісіріп, суда қайнатып, сосын осылай көбіктеп тураймыз. Пісіргенде кішкене тұз салуды ұмытпаңыздар. Шым-шым тұз саламыз. Тағы да майонез жүргіземіз. Жұмыртқаны қайнатып, суда үкіштен өткіземіз. Сосын осылай саламыз. Шым-шым тұз саламыз және майонез жүргіземіз. Жасыл бұршақ саламыз. Тағы да майонез жүргіземіз. Енді қалған картопымызды саламыз. Майонез жүргіземіз. Енді сәбізімізді саламыз. Сәбізімізді алдын ала суда қайнатып, үкіштен өткіземіз. Енді мейіз әйтпесе қара өрік қолдансаңыздар болады. Кепкен қара өрік. Өздеріңіздің талғамдарыңызға қарай қолдансаңыздар болады. Мен мейіз қолдандым. Осындай үстін әсемдейміз. Жолбарыстың жолақтарын жасаймыз. Бұл енді өзіңіздің фантазияңызға қарай әртүрлі етіп жасасаңыз болады. Мен осылай жасадым. Мінекей біздің салатымыз дайын, тез әрі оңай дайын болады. Дастарханға ерекше сән береді. Биылғы дастарханның хит салаты болады сізде. Керемет. Енді сағат салатын жасаймыз. Сағат салатына алдын ала қайнатылған бір сәбізді осылай құралмен домалақтап аламыз. Қалғанын осылай майдалап тураймыз. Әйтпесе үкіштен өткізсеңіз де болады. Бізге керегі қияр, тауық еті, жасыл бұршақ, сәбіз,
майонез, картоп және жұмыртқа қажет. Майонезімізді осылай жағып аламыз. Картоптың жартысын саламыз. Картопымызды алдын ала қайнатып, үкіштің ірі көзінен өткіземіз. Үстіне біраз тұз саламыз, шым-шым. Қиярды саламыз. Майонез жүргіземіз тағы да. Тауық етін саламыз. Тауық етін алдын ала қайнатып, сосын осылай көбіктеп тураймыз. Қайнатқан кезде кішкене тұз салуды ұмытпаңыздар. Шым-шым тұз саламыз. Майонез жүргіземіз. Сәбіз. Сәбізімізді осылай жайып саламыз. Майонез жүргіземіз тағы да. Жасыл бұршақ. Майонез жүргіземіз. Енді жұмыртқаның сарысын бөлек, ағын бөлек алып, осылай үкіштен өткіземіз. Қазір бірінші сарысын саламыз. Майонез жүргіземіз. Қалған картопымызды саламыз. Неке майонез осылай жүргіземіз. Енді жұмыртқаның ағын салып шығамыз. Енді алдын ала дайындалған осындай сәбіздерді қойып шығамыз. Енді соның үстіне осылай рим цифрымен цифрларды жазып шығамыз. Мінекей біздің салатымыз дайын, ерекше көз тартады, ерекше болып көрінеді дастарханда, өте әдемі болып көрінеді. Сіздер де үй жағдайында осылай жасап көріңіздер. Жақындарыңызды, балаларыңызды жаңа жылдық мерекеде осылай қуантыңыздар. Жаңа жыл баршаңызға құтты болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.